Қайырлы күн достар. Біз бүгін таяқшаларға чирелген сосиски тесте дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді, балалардың сүйікті асы деуге де болады. Видеоны соңына дейін көріп, ұнап жатса каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен біз осылай сосискілерімізді дайындап аламыз. Қабықтарынан ашып, және қабығы ашылған сосискілерімізді осылай ортасынан бөліп, бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген сосискілерімізді осылай таяқшаларымызға түйрейміз, барлығын мықтылап, әдемілеп, бір-бірлеп түйреп шығамыз. Және осы сосискілерді батыратын начинкамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жарты стакан сүт бөлме температурасында. Және осы сүттің үстіне 2 жұмыртқа жарып, жұмыртқаларды әдеттегідей сыртын жуып пайдаланамыз. 2 жұмыртқамызды жарып, араластыруға ыңғайлы болу үшін міндетті түрде кеңде ыдыс пайдаланамыз. Әдемілеп араластырамыз. Біркелкі масса дайын болғанша, әрбір қоспаны қосқан сайын жақсылап араластырып тұру міндетті. Және үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Сөйтіп араластырып, 2 шай қасық қант саламыз. Сөйтіп барлығын жақсылап ерігенше араластырамыз венчиктің көмегімен. Және електен өткізілген 1 стакан ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып, осылай қаймақ тәріздес масса дайындайтын боламыз. Дайын болған начинкамызды сосискілерді батыруға ыңғайлы болу үшін осындай кружкаға құйып аламыз. Кружка болсын осындай ұзындау, шағындау ыдысқа құямыз. Барлығын құйып алып, таяқшаларға түйрелген сосискілерімізді рет-ретімен барлығын осы начинкаға батырып аламыз. 2-3 рет әдемілеп осылай батырыңыздар, пышный болып пісу үшін. Барлық сосискілерді біртіндеп рет-ретімен барлығын батырып аламыз. Және осы орайда майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майға осы дайын болған сосискілеріміздің барлығын салатын боламыз. Жақсылап сары, қызғылт түске енгенше әдемілеп осылай қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.